Цистит дегеніміз қуықтың шырышты қабатының қабынуы. Жалпы қуық 3 қабаттан тұрады: шырышты қабаты, шырыш асты қабаты және бұлшықетті қабаты. Қуықтың орташа көлемі шамамен ер адамдарда 350-750 мл, әйел адамдарда 250-550 мл құрайды. Бірақ қуық өзінің осы көлеміне қарамастан 1,5-2 литрге дейін созыла алады. Циститтің негізгі себебі әртүрлі инфекциялар, оның ішінде бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, аллергия болуы мүмкін, тастар, қуықтың рагы, қуыққа жасалатын әртүрлі урологиялық операциялар және катетер қою. Бұдан да басқа себептер көп. Ал инфекциялардың ішіндегі ең жиі 70-95% жағдайда ол ішек таяқшасы. Одан кейін стафилококк, стрептококк, протей, клепсиелла, вирустар, саңырауқұлақтардың ішінде микоплазма, кандида және жыныстық қатынас кезінде болатын трихомонада, гонореяда осы циститтің негізгі себебі болып табылады. Одан кейін циститтің тағы бір түрі ол посткоитальный цистит деп аталады. Жыныстық қатынастан кейінгі 48 сағаттың ішінде дамитын цистит. Бұл цистит негізінен жыныстық қатынас кезінде инфекцияның жұғуынан және сол арқылы шырышты қабаттың зақымдалуынан болады. Ықпал етуші факторларға гигиенаның дұрыс сақталмауы жатады. Өйткені жаңағы ішек таяқшасы анус арқылы, яғни артқы өтіс аймағынан алдыңғы жаққа дейін өтіп кетеді. Дұрыс гигиена сақталмаған кезде уретраға өтіп кетіп, жоғары көтеріліп қуықты қабындырады. Циститтермен көбіне, яғни бірыңғай дерлік әйел адамдар ауырады. Себебі ер адамдарда цистит өте сирек кездеседі. Ол кездескеннің өзінде ол простатаның аденомасымен, яғни простата безінің ісінуімен бірге жүреді. Себебі простата безі ісініп кеткенде қуыққа зардың өтуі қиындайды. Сол себепті зәр бір орында тоқтап, шырышты қабатты қабындырады. Бұндай кезеңде көбіне простамол сияқты препараттарды қабылдап, бездің ісінуін төмендету арқылы қуықты қалыпқа келтіреді. Неге әйелдерде цистит жиі кездеседі? Себебі әйелдерде қуықтың анатомиялық құрылысының ерекшелігіне байланысты. Әйелдерде зәр шығару түтігі, уретра деп атаймыз, ол ерлерге қарағанда өте қысқа, яғни 3-4 сантиметрді құрайды. Осы уретра қысқа болғандықтан инфекцияда жоғарыға тез көтеріліп, бірден тарап кетеді. Екіншіден, жүктілік кезі. Жүктілік кезінде 9 ай бойы қуыққа, уретраға қысым түсіп, зәр шығару жолы қысылып, бактериялар көбейеді, зәрдің шығуы тоқтап баяулайды, яғни ұзақ уақыт бойы зәр осы зәр шығару жолында тұрып, ол жерде бактерияларды көбейтеді. Үшіншіден, менопауза кезеңі, яғни климакс кезеңі. Бұл кезде эстроген гормон азайып кетеді де, қуық шырышты қабатында атрофиялық өзгерістер пайда болады. Яғни қуықтың қабаты жұқа болады, әлсіз, осал болады. Циститтің белгілері. Біріншіден, кішкене мөлшерде жиі кіші дәретке бару. Және кіші дәретке барған кезде ол қатты ауырсынып, күйдіріп ашытады. Екіншіден, қуықтың толық босамау сезімі. Сіз қанша жиі кіші дәретке барғанмен қуық толық босамай тұрған сияқты сезім пайда болады. Одан кейін үшіншіден, іштің төменгі бөлігінде ауырсыну, яғни қасаға үсті аймағындағы ауырсыну болады. Төртіншіден, зәр шығару соңында қатты ауырсынады. Осы цистит кезінде зәр шығарып болғаннан кейінгі қатты ауырсыну болады. Ал уретрит кезінде, яғни зәр шығару түтігінің қабыну кезінде, керісінше зәрді ені шығарайын деп жатқан кезде ауырсыну болады. Ал бесінші белгісі зәрде қан болуы. Циститті қалай тиімді емдеуге болады? Бірінші, қуықты тітіркендіретін ащы маринадталған тағамдардан аулақ болу. Екіншіден, ішке спазмолитик қабылдау. Оған ношпа, диспаталин препараттар жатады. Себебі спазмолитик ол спазмды жояды. Ал спазм дегеніміз түйілу, қатты ауырсыну. Осыны ношпа арқылы, диспаталин сияқты препараттар арқылы басуға болады. Және көп сұйықты қабылдау керек. Себебі көп сұйықты қабылдаған сайын кіші дәретке шыққан кезде осы сұйықтық арқылы бактериялар шығып кетіп отырады. Яғни әрбір жарты сағат сайын жарты стакан су ішіп тұру керек.
тек су ғана емес, оған осы циститке тиімді шөптердің шайларын ішуге болады. Мысалы, мүкжидек, аюжидектен жасалған морстарды ішуге болады. Немесе осы шөптерден жасалған дәрілік препараттар, канифрон, фитализин сияқты препараттарды қабылдауға болады. Ал циститте тиімді дәрілік антибиотиктер фосфомицин тобы, нитрофуран тобы және фторхинолон топтарының препараттары. Оларды кеңірек талдайтын болсақ, ең бірінші манурал препараты. Бұл манурал ең қауіпсіз, жүкті әйелдерге де болады және 5 жастан асқан балаларға болады. Манурал үлкен ересек адамдарға 3 грамм, ал 5 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға 2 грамм мөлшеріне тағайындалады. Бұл мануралдың ерекшелігі тек бір рет қана қолдану арқылы циститті емдеуге болады. Себебі бұның құрамы 80 сағат бойы бактерияға қарсы әсер етіп тұрады. Циститтің белгісі 2-3 күннен соң жоғалады. Бұны қалай дайындау қажет? Бұл мануралдың грануласын кесенің 1/3 бөлігінде суға ерітіп, тамақтан 2 сағат бұрын немесе ең дұрысы ұйықтар алдында қоқты босатқаннан кейін қабылдау қажет. Екінші топ нитрофуран туындысының препараттары. Оған фурагин, фураданин, фурамак препараттар жатады. Бұларды қабылдау курсы 7-10 күнді құрайды, бірақ бұл жүктілік және бала емізу кезінде қолдануға болмайды. Жанама әсерлеріне жүрек айнуы, құсу, бас ауруы, бас айналуы жатады. Фурагин, фурамак, фураданинге қарағанда бактерияға төзімділігі жоғары. Келесі топ фторхинолондар препараттары. Оған налицин, яғни норфлоксацин және офлоксацин препараттар жатады. Бұл тек 3-5 күндік тағайындалатын қысқа курстық препараттар. Қарсы көрсеткіштері жүктілік, бала емізу кезеңі және 18 жасқа дейінгі балалар. Одан кейін амоксиклав препараты, цефалоспориндер тобы. Амоксиклав балаларға, жүктілерге және бала емізу кезінде қолдануға болады. Тамақ ішердің алдында қабылдау қажет. Ал цефалоспориндердің 2-3 ұрпағы, яғни зинат, супракс, цефтраксон сияқты препараттарды қолдануға болады. Бұларда жүктілік кезінде, лактация, яғни бала емізу кезінде және кішкене балаларға қолдануға болады. Келесі осы негізгі антибиотиктерге қосымша, яғни комплексі түрде емдеуге арналған шөптектес дәрілер. Олар канифрон, цистон және фитализин препараттары. Канифрон қабынуға қарсы, диуретик, микробқа қарсы және спазмолитикалық, яғни түйілуді жоятын әсер көрсетеді. Оның дрожжасын 6 жастан бастап қолдануға болады, ал тамшысын 1 жастан бастап қолдануға болады. Жанама әсерлеріне аллергия, жүрек айнуы, құсу, диарея болуы мүмкін. 2-4 аптаға дейін қабылдау қажет. Одан кейін цистон препараты. Бұл цистон құрамында 8 түрлі шөп бар. Сироп 8 жастан бастап қолдануға болады, ал таблеткасын 6 жастан бастап қолдануға болады. Ал жүкті және бала емізетін әйелдерге дәрігердің рұқсатымен қабылдау қажет. Фитализин суспензияны дайындауға арналған паста. Канифронға қарағанда құмды, зәр шығару жолынан ұсақ тастарды жоюда тиімді. 1 шай қасық препаратты жарты стакан жылы суға дайындап, ертіп, күніне 3-4 реттен 2 аптадан 1,5 ай бойы қабылдау қажет. Бұны жүкті әйелдерге, бала емізетін әйелдерге және 18 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды.